Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақстан тарихы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақстандықтардың ұлы отан соғысы шайқастарына қатысуы. Бүгінгі сабақта қазақстандықтардың ұлы отан соғысы жеңісіне қосқан үлесіне баға бересіз. Бүгінгі сабақтың термин сөздері: отан соғысы, басқыншылардан азат ету жолында бүкіл халықтық әділетті күрес жүргізу; мобилизация, әскери күшті бейбіт күйден толық жауынгерлік күйге ауыстыру; Барбаросса жоспары, фашистік Германияның КСРО-ға қарсы басқыншылық соғыс жоспарының құпия атауы; дивизия, бөлу, бөліну; өмір жолы, Ленинград қоршауы кезінде Ладога көлінің үстінен қажетті қару-жарақ пен азық-түлік тағы да басқалары тасымалданған жол; таран, дұшпанның ұшағына не танкісіне, өзінің ұшағын не танкісін соғып қирату. Ұлы отан соғысы 1941 жылдың 22 маусымында басталып, 1945 жылдың 9 мамырында аяқталды. Ал екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы 1 қыркүйекте басталып, 1945 жылдың 2 қыркүйегінде аяқталды. Ұлы отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі болып табылады. Фашистік Германия 1940 жылы 18 желтоқсанда КСРО-ны талқандап, шығыста өмір кеңістігін қамтамасыз етуге арналған Барбаросса жоспары, яғни қауырт соғыс жоспарын дайындады. Ол жоспар бойынша Германия 6-8 аптада толық елді жаулап алуды көздеді. Яғни ол 1941 жылдың күзіне дейін. Фашистік Германияның қуыршақ мемлекет құрудағы көздеген экономикалық және саяси мақсаттары: болашақ ұлы Герман империясы үшін қуатты шикізат және азық-түлік базасын жасау, кеңес елін отарға айналдырып, халықтарын құлдыққа түсіру болды. 1941 жылы 22 маусымда ұлы отан соғысы басталды. Фашистік Германия өзара шабуыл жасаспау жөніндегі кеңес Герман, яғни Молотов-Риббентроп шартын бұзып, соғыс жарияламастан КСРО аумағына баса көктеп кірді. Қазақстандықтардың ұлы отан соғысына қатысуы: соғыстың алғашқы кезеңінде 12 атқыштар және 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы құрылып, майданға 50-ге жуық жеке полктер және батальондар жіберілді. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қырғызстаннан шақырылған жігіттерден 316 атқыштар дивизиясы жасақталды. Командирі генерал Панфилов. Майданға жақын жерден көшіріліп әкелінген 27 әскери оқу орны соғыс жылдары 16 мың офицер даярлап шығарды. Әскери оқу орындарына 42 мыңнан астам қазақстандық жіберілді. Қазақстанда армия қатарына 1 миллион 200 мыңнан артық қазақстандық алынды. Әрбір 5-ші адам майданға аттанды. Мәскеу үшін шайқас 1941 жылдың 30 қыркүйегінен 1941 жылдың 20 сәуіріне дейінгі аралықта болды. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен дивизиялар 312-ші, 316-шы және 238-ші атқыштар дивизиясы болды. Генерал-майор Панфилов басқарған 316-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылдың 26 қазанынан 18 қарашаға дейін ерлікпен жауға қарсы шайқасты. 50 танкіге қарсы 28 жауынгер ерлікпен күресті. 1941 жылы 18 қарашада Панфилов ерлікпен қаза тапты. Бұл дивизияның политругі Клочковтың «Россия кейін байтақ, бірақ шегінерге жол жоқ, артымызда Москва» деген сөзі бүкіл майданға тарады. Кейіннен 28 Панфиловшы ерлігі аңызға айналды. Мәскеу үшін шайқастағы ерлігі үшін 8-ші гвардиялық дивизия болып қайта құрылып, Қызыл ту орденімен марапатталды. Дивизияға Панфиловтың есімі берілді. Дивизия құрамында Бауыржан Момышұлы соғысты. Мәскеу шайқасында ерлік көрсеткен қазақстандықтар: ұшқыш Бақты Ораз Бейсекбаев және 316 атқыштар дивизиясының батальоны полкты басқарған жазушы Бауыржан Момышұлы. Бақты Ораз Бейсекбаев
1941 жылы 26 маусымда капитан Маслов экипажының құрамында жанған ұшағын жау тобына бағыттап құлатқан. 1998 жылы Ресей Федерациясының батыры атағы берілді. 1998 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкімімен Бақтыораз Бейсекбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбінде батальон әскери бөлімді басқарды. 1941 жылы аға лейтенант шенін алып, 27 рет батальонын шабуылға бастап шықты. 1990 жылы 11 желтоқсанда қайтыс болғаннан кейін Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы берілді. 1995 жылы Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсетіп, Кеңес одағының батыры атағын алғандардың қатарында сонымен қоса Мәлік Ғабдуллин, Төлеген Тоқтаров, Рамазан Елебаев, Тілеуғали Әбдібеков және Амангелді Имановтың ұлы Рамазан Амангелдиевтер де болды. Мәскеу шайқасының тарихи маңызы жау әскерлерінің Мәскеу түбінде талқандалуы олардың рухын түсірді және қауырт соғыс жоспары Блицкриг біржола күйретілді. Кеңес армиясы стратегиялық бастамаларын қолға алып, майданда түбегейлі бетбұрыс басталды. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ұзаққа созылған шайқастардың бірі Ленинград үшін шайқас. Ол 900 күнге созылды. Ленинград шайқасы 1941 жылдың 10 шілдесінен 1944 жылдың 10 тамызы аралығында болды. Ленинград шайқасында 48-ші, 310-ші, 314-ші және 372-ші атқыштар дивизиясы ерлік көрсетті. 314-ші дивизия Ленинград облысының 22 елді мекенін азат етуге өмір жолын салуға қатысты. Ленинград шайқасында сонымен қатар ақын Жамбыл Жабаевтың рөлі зор болды. Ол өзінің Ленинградтық өлеңі арқылы Ленинградтық жауынгерлерге рух берді. Ленинград үшін шайқаста ерлік көрсетіп, Кеңес одағының батыры атағын алған қазақстандықтар Сұлтан Баймағамбетов, Дүйсенбай Шыныбеков, Зубков және Жылқышевтар болды. Сұлтан Баймағамбетов шайқаста өз кеудесін жау оғына тосып, өшпес ерлік көрсетті. Дүйсенбай Шыныбеков 48-ші атқыштар дивизиясының атақты мергені болды. Ол 172 фашистің көзін жойған. Ленинград шайқасының тарихи маңызы. Ұзаққа созылған Ленинград шайқасында Германия тарапынан ірі жеңіліске ұшырады және бұл шайқаста халықтар достығы мен ерлігі жеңіске жетті. Сталинград шайқасы 1942 жылдың 17 шілдесінде басталып, 1943 жылдың 2 ақпан аралығында болды. Сталинград шайқасында ерлік көрсеткен дивизиялар 116-шы атқыштар дивизиясы, 17-ші гвардиялық танк полкі және 73-ші гвардиялық дивизия. Сталинград үшін шайқаста ерлік көрсетіп, батыр атағын алған қазақстандықтар Ғани Сафиуллин, Алғадай Жамбылұлы, Ізғұтты Айтықов, Нұркен Әбдіров, Қарсыбай Сыпатаев, Толыбай Мырзаев және басқақовтар болды. Ғани Сафиуллиннің басшылығымен жаудың 120 танкісі мен 800 автомашинасы жойылды. Жамбылдың ұлы Алғадай Синельников қаласы маңында ерлікпен қаза тапты. Сталинград шайқасы Ұлы Отан тарихында өте ерекше орын алады. Себебі бұл соғыстың шешуші шайқастарының бірі болды. Сталинград шайқасы Ұлы Отан соғысы тарихында ерекше орын алады. Себебі бұл соғыс тарихындағы шешуші шайқастардың бірі болды. Қойгелді Аухадиев, Жәнібек Елеусізов Курск шайқасына қатысып, Кеңес одағынан батыр атанды. Қойгелді Аухадиев фашистердің 5 танкісін, өздігінен жүретін Фердинанд зеңбірегін, оқ дәрі тиген 3 автомашинасын жойды. Жәнібек Елеусізов Кеңес одағынан батыр атағын алған ең жас қазақстандық болды. Ол небәрі 18 жаста еді. Ұлы Отан соғысы тарихындағы партизандық қозғалыс. Партизандық қозғалысқа Ұлы Отан соғысы жылдарында 3,5 мың қазақстандық қатысты.
Қасым Қайсенов қаһармандық ерліктерімен тарихта қалған партизан жауынгер, халық қаһарманы. Ұлы Отан соғысының соңғы шайқасы Берлин шайқасы болды. Берлинді алуға қатысқан қазақстандықтар Сағадат Нұрмағамбетов және Рахымжан Қошқарбаев болды. Рейхстагқа бірінші болып ту тіккендердің арасында қазақстандық Рахымжан Қошқарбаев болды. Оған 1999 жылы сол ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Берлин шайқасының тарихи маңызы: 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. 8 мамырда фашистік Германия тізе бүккендігі туралы шартқа қол қойды. Ал 1945 жылы 9 мамыр Қызыл армия жеңіске жетіп, Ұлы Отан соғысы аяқталды. Ұлы Отан соғысы тарихында шығыстың қос жұлдызы атанған Әлия мен Мәншүкті айтпай кету мүмкін емес. Әлия 54-ші атқыштар бригадасының мергені, ал Мәншүк 100-ші атқыштар бригадасының пулеметшісі болды. Әлия мен Мәншүк кеңестік шығыс әйелдері арасынан бірінші болып Ленин орденімен және алтын жұлдыз медалімен марапатталды. Ұлы Отан соғысы тарихында 2 мәрте батыр атағын алған ұшқыш қазақстандықтарда болды. Олар Талғат Бегелдинов, Иван Павлов, Сергей Луганский және Леонид Беда. 3 мәрте батыр атағын алған қазақстандық ұшқыш болды. Ол Кожедуб. Соғыстың аяқталуы: 1418 күн мен түнге созылған Ұлы Отан соғысы үлкен жеңіспен аяқталды. КСРО-ның адам шығыны 27 миллион болды. Кеңес одағының батыр атағын 11.600 адам алды. Оның ішінде қазақстандықтар 497, қазақтар 97, қазақ қыздары 2. Кеңес одағының орден медальдарымен марапатталған қазақстандықтар 96.638 болды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан қазақстандықтар 600 мыңнан астам болды. Енді оқушылар бүгінгі сабақтың тапсырмаларына көшейік. Қазақстандық жауынгерлер қай аймақтарда шайқасқанын анықта. Жауаптарыңызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Мәскеу үшін шайқасқа 312-ші, 316-шы, 238-ші дивизиялар қатысты. Ал Ленинград үшін шайқасқа 314-ші және 48-ші атқыштар дивизиясы қатысты. Ал Сталинград үшін шайқасқа 73-ші гвардиялық дивизия қатысты. Екінші тапсырма: төменде көрсетілген ерліктер қай тұлғаға тиісті екенін табыңыз. Дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көріңіздер. 27 рет батальоны шабуылға бастап шыққан Кеңес одағының батыры Қазақстанның халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы. Бородино селосы үшін шайқаста неміс штабына ең бірінші болып кіріп, 5 неміс офицерін жойып қаза тапқан Кеңес одағының батыры Төлеген Тоқтаров. 73-ші гвардиялық дивизияның полковнигі, жаудың 120 танкісі мен 800 автомашинасын жойған Ғани Сафиуллин. Матросовтың ерлігін қайталап, жау дзотын кеудесімен жауып, батыр атанған Сұлтан Баймағамбетов. Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындыласақ, Ұлы Отан соғысына қатысқан қаһармандарды мәңгілік есте сақтауға міндеттіміз. Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.